Қайырлы күн, қымбатты тыңдарман. Менің аты жөнім Бейсенбаева Инабат Жақанқызы. Мен Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Шабанбай би ауылының тумасымын. Орталық Қазақстанның ең биік нүктесі Ақсораң тауының бауырында туып өстім. Қазіргі таңда өзімнің отбасым бар, 2 баланың анасымын. Мен мектепті де сол Шабанбай би ауылында Әлімхан Ермеков атындағы орта мектепте оқып тамамдадым. Балық шағым өте қызықты өтті. Мен активист болатынмын, әртүрлі дебаттарға қатысатынмын, олимпиадаларға аудандық қатысатынмын. Ең мектепте сүйіп оқитын сабақтарым математика, физика, география, тарих және әсіресе қазақ әдебиетін сүйіп оқитынмын. Жаңағыдай Абай оқулары деген секілді апталықтарға қатысып, және де баяғыда мектепте оқып жүрген кезде жаңағы газет жазатынбыз өзіміз ватман алып, соның бәрі менің мойнымда болатын. Түнімен отырып сурет салғанды, сол газеттерді жасағанды жақсы көретінмін. Және де билегенді жақсы көретінмін. Мектепте жаңағы апталық кештерде қойылымдар қойып, би қойып, өте қызықты және белсенді болатын едім. Қазіргі таңда мен осы Қарағандыдағы үлкен кәсіп орындардың бірінің бас бухгалтер қызметін атқарамын. Сонымен қатар бухгалтерлік, салық және басқару есебі бойынша кеңес беремін. Қазіргі заманауи тілмен айтқанда, осы бухгалтерлік және салық есебінің аутсорсингімен айналысамын. Сонымен қатар қоғамдық жұмыстарға да белсенді болуға, қоғамға пайдалы болуға да тырысып, әртүрлі проектлерге қатысамын. Солардың бірі Дара қайырымдылық қорының балалар үйінде өсіп жатқан жетім балалардың ерікті тәлімгерімін. Мастер бизнес администрирование дәрежесін алдым. Қазақстандық және Швейцарияның жекеменшік бизнес мектебін бітірдім. Қазіргі таңда Мақсұт Нәрікбаев атындағы университеттің бизнес мектебінде доктор бизнес администрирование дәрежесін алу үстіндемін. Қазіргі өзімнің жеткен жетістіктеріме не себеп болды деген сұраққа жауап беретін болсам, ол мен мысалы орта мектептен бастап өте жақсы оқыдым, еңбекқор болдым. Мысалы алдыма мақсат қойып, соған жетудің жолдарын іздейтінмін. Мысалы мен мектеп оқып жүрген кезде мен ата-анам олардың қандай өмір жол болғанын, мысалы мен атам айтып отыратын, сенің әкең жоғарғы білім алған, осындай Қарағанды экономикалық университетінің 3-ші түлегі деп соны мақтанмен айтып отыратын. Сонда мен бала кезімнен сол Қарағанды экономикалық университетіне түсуді армандадым. Мектеп бітірген бетте ешқандай оқу орын туралы сөз де болған жоқ. Мен бірден айттым, мен осында барып оқуға түсемін деп. Сол арманыма жеттім, сол университетке келіп, учет и аудит факультетіне документімді тапсырып, 4 жыл бойы сол университетте оқып, өте жақсы бітірдім. Содан бастап әрдайым мақсат қойып, үлкендерден сұрайтынмын. Мысалы, мен осындай болғым келеді, ол үшін не істеуім керек? Әрдайым ізденісте болатынмын. Және де ол тұрақты еңбек. Өз-өзіңе сенімді болып, алдыңа мақсат қойып, соған жетудің жолдарын іздесең, сен міндетті түрде соған жететін жол табасың дегенге менің көзім жетті.
Менің өміріме үлкен әсер еткен жандар, ол бірінші ретте ол менің ата-анам, атам мен әжем, ағаларым, яғни өзімнің отбасым. Өйткені ол айтады ғой қазақ, ұяда не алсаң, ұшқанда соны өзіңмен қоса аласың деп. Әрдайым ата-анамның айтқан сөзі, берген бағыт-бағдары әлі күнге дейін менің жадымда. Әлі күнге дейін ата-анаммен кеңесемін, сол кісілердің батасын алып, барлық қандай істі бастамас бұрын мен сол кісілермен ақылдасамын және олардың ақылдарын тыңдауға тырысамын. Және де менің өміріме тағы да әсер еткен адамдар, ол мен жұмыс барысында кездескен адамдар, менің лауазымы менен жоғары, менің басшыларым. Мен өмірде басшыларымның бәрі жоғары білімді, жаңағы болашақпен немесе басқа да программалармен шетелде оқыған, өте білімді, тәжірибелері мол адамдар кездесті. Және олар жұмыс шағында ғана емес, адам ретінде де олар маған бағыт-бағдар берді. Мен соларға қарап, жаңағы айтады ғой, мотивация алып, мен де осы кісілер секілді болғым келеді деген оймен көп адамдар менің өміріме әсер етті. Өмірде қандай құндылықтарды ұстанасың деген сұраққа мен берер жауабым, ол бірінші адамгершілік, еңбекқорлық, адалдық және жауапкершілік деп жауап берер едім. Ол құндылықтарды маған жаңа айтып кеткендей, менің отбасым сіңірді. Мысалы, менің атам айтатын, адамның баласы дегізе көр, иттің баласы дегізе көрме деген қазақтың қарапайым тәрбиесі. Өзіңнің өмірің өзіңнің қолыңда дейтін. Адамдардың жолы өзің таңдайсың. Оңға жүресің бе, әлде солға жүресің бе? Сондай ата-анамның берген тәрбиесі менің құндылықтарыма айналды деп айтуға болады.